Құрамы тек табиғи дәруменге толы, ақуызға өте бай булочка жасаймыз. Бұл үшін ноқатты бір күн бұрын суға салып қоясыз. Блендерге ноқатты, кориандр, тұз, сода, табиғи алма сірке суын және біраз қасық рафинатталмаған сұйық май және су құйып блендерлейміз. Біле білсеңіз, ноқаттың құрамында маңызды микроэлементтер бар. Олар темір, магний және фосфор. Олар сүйек денсаулығы және денедегі энергия алмасын сақтау үшін өте маңызды. Сондай-ақ шыққан массаға 2 ас қасық псилиум қосып 2-3 минутқа тындырып қоямыз. Біздің нанымыз ашытқысыз болғандықтан псилиумды міндетті түрде қосамыз. Псилиум бізде нанның көтерілуіне, осылай әдемі шығуына себепші болады. Алдын ала қызып тұрған пеште 170 градуста 30 минут арасында нанымызды пісіріп алдым. Нанымыз ашытқысызда осылай әдемі болып көтеріліп, жұмсақ болып пісті. Видеом ұнаса лайк басып таратып жіберіңіздер. Жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын.